Өмірімде естіп жүрген ең нашар кеңестердің бірі ол өзің ұнатқан істі жаса, ақша өзі келеді. Бұл ешқашан жұмыс істемейді. Бұл неге жұмыс істемейді білесіз бе? Себебі ақша табу ол адамның бөлек қабілеті, оны дамыту керек. Егер сіз көп ақша табатын адамға қарасаңыз, олар ақша табуды үйренген, яғни олар ақша әкелетін жұмысты жасайды. Және керісінше көп адамдарды білемін. Мысалы, шығармашылықта жүрген адамдар, жазушылар, олар өздерінің шығарған шығармаларынан ләззат алады, бірақ оларда ақша жоқ. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін, ары қарай не істеуіміз керек? Екеуі де керек. Яғни сіз өзіңізге ұнайтын іспен айналыссаңыз, сіз жалықпайсыз, яғни сіз результатқа жұмыс жасамайсыз, сіз процестен ләззат аласыз. Екінші жағынан сіз ақша табу қабілетін де дамытуыңыз керек, яғни ол сату қабілеті. Басқа адамға осы сіздің бойыңыздағы қабілеттің керек екенін сендіруіңіз керек. Егер сіз мұны жасай алмасаңыз, ақшамен ара қатынасыңыз жақсы болмайды. Сол себепті көп ақша табу үшін екеуі де маңызды, ауа секілді. Бұл ақпарат пайдалы болса өзіңе сақтап, достарыңмен бөліс және лайк басып комментарий жазуды ұмытпа.